Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ажархан Ситқазықызы. Бүгін сіздермен бас сүйек ішілік қысымның жоғарылауы дегеніміз не? Бұл ауру не үшін пайда болады және алғашқы клиникалық көріністері қандай? Осы туралы толық мәліметтер алатын боласыздар. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен мен каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басатын болсаңыздар, каналда жаңа видеолардың пайда болуын бірінші болып көріп отырасыздар. Ал енді бас сүйек ішілік қысым дегеніміз не? Осы туралы сөйлесейік. Бас сүйек ішілік қысым дегеніміз біздің миымыздың айналасында сүйектік болады. Миымыздың мысалы бірнеше бөліктері болады. Үлкен ми, орталық ми, аралық ми, миышық, көпір деген сияқты осы каждый мидың бөліктерінің ортасында ликвор деген сүйектік бізде жаңағыдай болады. Бұл сүйектік біздің миды әртүрлі қоректік заттармен қамтамасыз етіп отырады. Яғни қаннан қоректік заттардың барлығын алып, жаңағыдай ликвор мен қанның ортасында осындай зат алмасу процестері жүреді. Бұл зат алмасу процесі бір тәулікте 7 ретке дейін болады екен. Яғни бір тәулікте 7 рет осы ликвор жаңарып отырады. Яғни қаннан қоректік заттарды алып, мидағы жаңағыдай керек емес заттарды қан арқылы жіберіп отырады. Осы ликвордың алмасуы бұзылатын болса, бізде бас сүйек ішілік қысым жоғарылайды. Бұл қалай көрініс береді? Біздің мысалы ликвор, бұл мидың ішіндегі сүйектік. Осы сүйектік егер бөлініп, артық мөлшерде мида көбейіп кететін болса, ол бірінші себеп. Екінші себебі осы ликвор бөлінеді нормально, бірақ сіңіретін процесс қаннан сіңбейді. Сондықтан бұл ликвор мида жиналуы мүмкін. Ол екінші себеп. Үшінші себеп, мидың әр бөліктерінен осындай ликвор өтетін жолдары бітеліп қалған кезде, ликвор шыға алмай қалған кезде, мидың ішінде осы ликвор жиналып, бас сүйек ішілік қысым жоғарылауы мүмкін. Бас сүйек ішілік қысымның жоғарылауы ең жиі бізде гидроцефалия деген ауру кезінде пайда болады. Бұл ауру кезінде осы сүйектіктің мөлшері өсіп, баланың басының мөлшері өсіп, яғни бір айда баланың басы 1 сантиметрге дейін өсу керек. Бұл ауру кезінде баланың басы 1 сантиметрден жоғары өсе бастайды. Және де біздің баланың басында сүйектер болады. Осы сүйектің жаңағыдай бір-біріне жаңағыдай қосылып, осы сүйектер ай сайын баланың еңбегі кішірейіп, кішкене осы сүйек қатая бастайды. Бірақ бұл диагноз кезінде сүйектердің барлығы ажырап, еңбегі үлкейіп, баланың басы өсіп, денесіне қараған кезде бірнеше үлкен бола бастайды. Яғни көзге көрінетіні ол баланың басы үлкен болады. Бұл гидроцефалия диагноз кезінде. Алғашқы белгілері бала көп жылайды, мазасызданады, ұйқысы бұзылады, аяқ қолдары дірілдейді, кейбір жағдайларда судороги болуы мүмкін, кейбір жағдайларда баланың жаңағыдай үлкен рвота дейді, құсады бала, салмақ жинамайды, рефлекстерінің барлығы дұрыс болмайды, яғни бұлшықеттердің тонусы төмен болады, немесе наоборот чересчур тонус жоғары болуы мүмкін. Және де көзіне қарайтын болсаңыздар, көзі жан-жаққа осылай нестағым дейді, көзі осылай жылжып жүгіріп тұрады, көзі мысалы қарашығы. Және де көзі как будто шарасынан шығайын деп тұрған сияқты көрінеді. Және де бастың сыртындағы сосудтардың бәрі, жаңағыдай тамырлардың бәрі осылай сыртқа көрініп, бала уже кәдімгідей клиникалық көрініс бере бастайды. Бұндай кезде міндетті түрде невропатолог дәрігеріне баланы көрсету керек. Және де сіздер бұл ауру не үшін пайда болады деп сұрақ қоятын болсаңыздар, ең бірінші себебі бұл травма. Яғни туылып жатқан кезде балада травма болса, яғни миына зақым келсе. Екінші себебі ол ауыр инфекциялар. Инфекциялар миды қабындыратын болса, ол менингит, энцефалит болуы мүмкін. Немесе мида ісік пайда болса, немесе үлкен қан құюлар пайда болса, немесе ауыр гипоксиялық өзгерістер болған кезде,
яғни осындай жағдайларда осы ликвердің алмасу бұзылып, бастың ішінде бас-сүйек ішілік қысым жоғарылайды. Бұл аурудың ең жиі себебі осы еміне келетін болсақ, консервативті дәрі-дәрмекпен емдеу онша эффект бермейді, сондықтан көп жағдайда операциялық ем жасалынады. Сондықтан баланың басы бірінші УЗИ-ға түсіріледі. Содан кейін если ондай жаңағыдай диагноз подтверждается, яғни ондай диагноз қойылатын болса, КТ-ға түсіріп, нейрохирургтың консультациясын алып, содан кейін барып операцияға обычно жіберіледі. Операция кезінде осы именно сұйықтықты жаңағыдай трубка арқылы мидан осы жаңағыдай іш қуысына түсетіндей қылып жаңағыдай операция жасайды. Көп жағдайларда операция жақсы эффект береді балаға. Сразу баланың дамуы да жақсара бастайды, басының мөлшері де қатты өспей, уже бала жақсы бізге нәтиже береді. Ал былай бас-сүйек ішілік қысым, мысалы, екінің біріне бұл диагноз қойылмайды. Бұл диагноз өте ауыр диагноз, және де бас-сүйек ішілік қысымды жоғарылауын біз клиникалық түрде қарайтын болсақ, ол кәдімгі ауыр жаңағыдай стационарлық ауру болып есептеледі. Мұндай балалар көп жағдайда стационарда жатып емделеді. Үй жағдайында мұндай балалар ұсталынбайды. Ал егер бала өте мазасыз, жаңағыдай көп жылайды, мен баламда осындай бас-сүйек ішілік қысым жоғары ма, жоғары емес па деп көбісі келіп жатады. Бірақ егер баланың дамуы жақсы болатын болса, жағдай клиникалық ауыр белгілер байқалмайтын болса, көп жағдайда баланы наблюдениеде ұстайды, яғни біраз уақыт дәрігер бақылап отырады. Балаға консервативная терапия дейді, яғни дәрі-дәрмектер тағайындалып, баланы бірінші бақылайды. А егер ауыр түрі болатын болса, міндетті түрде сразу операцияға жібереді. Осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарияларыңыз жазып кетіңіздер. Егер сіздердің балаларыңызға осындай диагноз қойылған болатын болса, тоже бөлісіп отырыңыздар. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Аужархан Сидхазқызы. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.